баршалықты әжелер, оқырмандар. Ақын деген өртеген лапылдаған, ақын деген жай оты шатырлаған, жүрегіне үңілсең от жанып тұр, байқа күйіп қалмағын жақындамағын. Ақын деген ұшқыр ғой ақ сұңқардай, ақын деген жүйрік қой ақ тұлпардай, көңілі оның әппақ қой жұмсақ қардай демекші. Жазиралы Жаркент жері тек қана сұлулығымен ғана емес, өнерлі өрендерімен, ақындарымен танықты. Ауылымыздың мақтанышы, жерлесіміз, ақын, жазушы, сазгер Базархан Төреханұлы Жақыбаевтың 80 жас мерейтойына орай ұйымдастырылған сазгер үйірмесі мүшелерінің қатысуымен Арманай шаттық, Арманай атты сазды кешімізге қош келдіңіздер. Туған жердің сұлулығы барлық уақытта да ақындардың шабытын оятып, лирикалық әндер жазуға шабыттандыратын. Олар ғажап сезім, махаббатқа, туған жеріне, табиғатқа деген сүйіспеншілігін өз шығармаларында көрсетуге тырысқан. Базархан ағамыз да Алланың бойына берген табиғи дарынның арқасында ақындықты да сазгерлікте қатар алып жүрген азаматтардың бірі. 2004 жылы жазушы баспасынан Сырлы сезім атты әндер жинағы жарияланып, сазгер атанды. Базархан ағаның әндері қазақ халқының салт дәстүріне паш етумен бірге әніне сөзі сай келіп, бір-бірімен астасып жатады. Нағыз құлақтан кіріп бойды алатын әндер деп осындай әндердің бірі би желеу сазы, орындайтын гүлдері әжелер ансамблінің мүшесі Досымбекова Күләш апайдың әнін қабыл алыңыздар. Бүгінгі кешіміздің қонақтары Көктал ауылдық мәдениет үйінің гүлдері әжелер ансамблі келіп отырген. Ал ондай өздеріңізден бір қонақкәде ән сұрайық.